Достар, қараңыздар, сіздермен бүгін осындай керемет киш бәлішін дайындаймыз. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен тауық еті қосылған және саңырау құлақпен киш дайындайтын боламыз. Барлық керек заттарды осы видеоның астына жазып өтемін. Ал бастаймыз. Ең бірінші бізге тауықтың төс етін жақсылап жуып аламыз дағы бөлшектерге бөліп турап аламыз. Оны ысып тұрған табамызға май құйып қуырып аламыз. Қуырған кезде табамыздың бетін жаппай қуырамыз. Артық суы буға айналып кету керек бізге. Аз ғана майға қуырсаңыздар да болады. Менде кішкене көбірек май құйылып кетті. Бірақ еш нәрсе емес. Ендігі саңырау құлақты қуырған кезде мен осыдан қалған майға қуыратын боламын. Міне осылай жақсылап қуырамыз, араластырып тұрамыз. Тұз сеуіп, жақсылап тағы да араластырып қуырамыз. Қақпағын жаппаймыз. Өздеріңізге ұнайтын дәмдеуіштеріңізді сеуіп ары қарай араластырамыз. Міне осылай әдемі болып қуырылады. Осыны бөлек табаға салып аламыз. Және осыдан қалған майымызға саңырау құлағымызды қуырып аламыз. Осы саңырау құлақты қуырған кезде де қақпағын жаппай араластырып отырып қуырамыз. Етті де, саңырау құлақты да 5 минуттан қуыру жеткілікті болады. Міне осылай артық сулары буға айналып шықты. Міне осыны етімізге салып шетке қойып қоямыз. Оған дейін біз ішіне құятын салмасын дайындайтын боламыз. Біз сырымызды үккіштен өткізіп дайындап аламыз. Менде жартысы моцарелла, жартысы сметанковый деген сыр. Сізде қолыңызда қандай сыр бар, соны қолдана берсеңіздер болады. Кішкене тұз себеміз дәміне қарай, қара бұрыш себеміз. Өздеріңізге ұнайтын дәмдеуіштеріңізді де сеуіп қолдансаңыздар болады. Міне менде осындай чеснок, сарымсақ қосылған бұрыш және 30% дейінгі сливкиді қолданамыз. Үстіне 3 жұмыртқаны жарып, араластырып, оны да шетке қоя тұрамыз. Қазір біз песочный қамыр дайындайтын боламыз. Үгітілмелі қамыр дайындайтын боламыз, қазақша айтқанда яғни. Міне осылай үшеуін қосып, жұмыртқаны жақсылап араластырып аламыз. Бұл салмасы сливкидің майлылығы 30-ға дейін болу керек, пайызы. Енді міне қамырын дайындайтын боламыз. Ұнымызға қатты майымызды үккіштен өткізіп илейміз. Менде жұмсақ екен, үккіш қажет болмады. Орысша айтқанда крошки жасаймыз. Онымен қамырды, маймен, кешіріңіздер, ұнды осылай үгітіп қолымызбен. Міне осындай үлкен жағымен майды өткізіп алсаңыздар болады. Егер қатты болып тұрса, артық заттарды алып тастайын. Үстіне 1 жұмыртқа және мұздай 2 ас қасық су құйып қамыр илейміз. Сіздер байқаңыздар, әр ұн әртүрлі болады. Кейбіреулер көп су алады, кейбіреулері керісінше. Сол үшін аз-аздан құйып отырып көріңіздер. Міне менде пластилин сияқты жұмсақ әдемі қамыр дайын болды. Міне қолға жабыспайды, әдемі. Осыны жаямыз.
стол бетіне жая берсеңіздер болады. Міне жабыспайды, сіздерге осылай көрсетіп жатырмын. Қазір сіздерге жабысады деп кішкене қорқақтасаңыздар, мен сіздерге қазір екінші тәсілді көрсетем. Қазір қараңыздар, міне дайындап қойған қағазымызды төсеп астына осылай жайып аламыз. Қамыр өте әдемі. Бұл қамырдың ішіне, қыздар, универсал қамыр, бұл ішіне басқа да начинка салып пісірсеңіздер болады. Менде диаметр 26 табамның. Бұның ішіне негізі мен тауықтың төсетімен саңырауқұлақпен жасап жатырмын ғой. Сіздер қызыл балықпен жасасаңыздар болады бұны. Қызыл балық, брокколи деген жасыл капуста деп айтайды ма, сондай. Соны қосып жасасаңыздар болады. Тәтті бәліштер жасасаңыздар болады. Ішіне вишня, шиелер, абрикос қосып, неше түрлі салма, неше түрлі идеялар көп. Идеяларыңызды қосып жасай беріңіздер. Мен міне шанышқымен осылай тесіп шықтым. Үстіне салмамызды саламыз, бір қалыпты қылып барлық жағына жайып шығамыз. Содан кейін жаңағы кілегейлі құймағымызды құямыз үстіне. Осылай черриді орналастырамыз. Черри қоспасаңыздар да болады. Әшейін помидорды да турап салсаңыздар да болады. Міне кілегейлі құймағымызды құйып жатырмыз. Міне осылай барлық жағына тиетіндей бірдей етіп жайып шықтық. Осы кезде пешімізді қыздыра береміз. 200 градуста 25 минуттай болу керек менің пешімде. Сіздер өздеріңіздің пештеріңізге кішкене қарап пісіресіздер. Бірінші астын пісіріңіздер бір 10-15 минуттай. Содан кейін үсті астын қосып пісіресіздер. Міне осындай қызарғанша пісіріледі. Байқайсыздар өздеріңіздің пештеріңізді. Осылай әдемі болып піседі. Дәмі ерекше, тойымды. Жасап көріңіздер. Міне қандай әдемі, қамырмен басқа да салма салып пісірсеңіздер өте керемет болады. Астына комментарияға жазып кетіңіздер пікірлеріңізді. Саусақтарыңызды жоғары немесе төмен қойып баса кетіңіздер. Және достарыңызға таратсаңыздар болады осы видеоны. Міне осындай болды, әдемі, күшті, дәмі, тойымды. Міне қазір жақыннан көрсетеміз. Міне бәрі піскен, ішіндегінің бәрі піскен, міне көрсетіп жатырмын. Қараңыздар, ішінің бәрі бірдей піскен. Керемет, дәмі, жасап көріңіздер. Астына пікір қалдыра кетіңіздер. Мені қолдап достарыңызға таратыңыздар. Сіздермен болған Есімбекова Майра. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі видеоға дейін кездескенше.